Сүйсінер жақсы сөзге жанығарлық армысың қазақ деген саңлақ жұрт. Сөзімнің басын бұлай бастауымның себебі бар ағайын. Осы аптада Қазақстанның жемқор шенеуніктері Ринат пен Балғынбекті айтыстырып, өздері тихаря талай дүние тындырып тастапты. Ал қалт еткенді қапыда қалдырмайтын қылп етіп жүрген бағдар тілшілері бәрін біледі. Біз өткен 7 күндегі ақпараттың халыққа керегін айтамыз, кеттік. Сөзімнің басын солтүстік Қазақстаннан бастайын. Аузымен орақ орып, қолымен жаңғақ шағалмайтын біздің шенеуніктер салынбаған су құбырына 87 миллион теңге жұмсаған. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Мамлют ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің шенділері Покровка ауылын сумен қамтуға бюджеттен 87 миллион теңге алған. Алайда ешқандай су құбырын салмапты. Жалпы біздің елде ауылдарға ауыз су тартуға бөлінген қаржы Қазақстандағы тұщы судың көлемінен асып кететін шығар. Ал қарапайым халықтың ақшасы кім көрінгеннің қалтасында кетіп жатыр. Айтпақшы, жоғарыда айтқан 87 миллион теңге толықтай мемлекетке қайтарылды. Бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-ші департаментінің бастығы Руслан Ысқақовтың қаңтар оқиғасы кезінде сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының бірінші орынбасары Самат Әбіштің бұйрығын орындағанын айтты. Менің айғақтарым құпия болып қалды. Олар Әбіштің бұйрығын орындадым деп айтуыма тыйым салмақшы, дейді ол. Сондай-ақ ол Дикий Арман лақабатымен танымал Арман Жұмагелдиевті қамау туралы бұйрықтың шетелден келіп түскенін айтты. Руслан Ысқақовқа билігін асыра пайдаланды, адамды бас бостандығынан заңсыз айырды, қылмыстық топ құрып басқарды деген айыптар тағылған. Баспасөз конференциясында адвокаты тергеу оны билікті басып алмақ болған тұлғалардың тапсырмасын орындады деп айыптады. Бірақ 1,5 жыл ішінде ол тұлғаның кім екенін анықтай алмады деп мәлімдеген. Айта кетейік, 18 қыркүйекте Руслан Ысқақов, Арман Жұмагелдиев, Қайрат Құдайбергендер ісі бойынша алдын ала тергеу басталған еді. Қазақстан шахтасындағы апатқа жұмыс берушінің 100% кінәлі екені анықталды. Оқиғаға кінәлі 28 жауапты тұлға деп танылды. Тексеріс кеніштің инженерлік техникалық қызметкерлер тарапынан өндірістік бақылаудың жоқтығын, қауіпсіздік ережелерінің сақталмағанын көрсеткен. 5 адамның өмірін жалмаған өрт әлі де өшірілген жоқ. Ал жұмысшылар ArcelorMittal Теміртаудың басқа кеніштерінде жұмыс істеп жатыр. Осыған қарамастан ArcelorMittal өз активтерін сақтап елде қалатын болды. Индустрия және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев үкіметтің ArcelorMittal Теміртаудан активтерін тартып ала алмайтынын айтты. Қазақстан халықаралық инвесторлардың құқықтарын құрметтейді. Bir жағы бұл елдегі инвестициялық ахуалды қиындатып жіберуі мүмкін. Сол себепті үкімет компаниядан қауіпсіздік пен қызметкерлердің құқықтарын қорғауды ғана талап етпек. Ағайын, мен түсінбейтін мәселе мынау. Біздің шенділер бұған дейін компания басшысынан қауіпсіздікті талап етпей қайда қарап жүрді екен, үй өртеніп болған соң су іздейтін әдеттеріңнен қашан арыласыңдар, шенділер? Бұлай ашынуға да себеп бар ағайын. Өйткені соңғы 15 жылда ArcelorMittal Теміртау кеніштерінде 100-ге жуық отандасымыз мерт болды. Осымен билік басындағы шенділердің біліміне күмәнмен қараймын ағайын. Неге дейсіздер ғой? Жамбылда кәсіпкерлер таңқурай сорттарына 900 миллион теңге жалған субсидия алған. 4 адам алаяқтық жасады деген күдікке ілініп отыр. Олар таңқурайдың қымбат сорттарын отырғызу үшін бюджет қаражатын алып, соңында ешқандай көшет сатып алмаған. Сонда еш тексерсіз 1 миллиард теңгені қалай кәсіпкерлердің шотына аудара салды екен біздегі шенділер?
Менің ойымша, әлгі құжатта қолы қойылған барлық азаматты тексеру керек. Министрліктен бастап. Мына жаңалықты айтуға арланып тұрмын шыны керек. Бірақ біздің арсыз шенеуніктердің шабына от түссе де айтайын. Қазақстан Қырғызстаннан электр энергиясын сатып алып отыр. Сенат депутаты Бекболат Орынбеков Жамбыл облысындағы стратегиялық нысандар қаржыландырусыз қалып, Қырғызстаннан жоғары тарифпен электр энергиясын сатып алуға мәжбүр екенін айтты. Меркі ауданына қарасты ауылдар мен Қаратау шекара заставаларында электр жарығы жоқ. Тұрғындар Қырғызстаннан 1 киловатт сағат үшін орташа есеппен 90-100 теңгенің көлемінде төлеуге мәжбүр. Ал өңірдегі Жамбыл жарық сауда 2030 компаниясында 1 киловатт сағат үшін 16 теңге алады екен. Ай, қазақстандық шенеуніктер, Ептей алмайды. Түркістан облысы BBC World News арнасындағы Түркістанның жарнамасы үшін бюджеттен 63,4 миллион теңге жұмсады. Мына бейне ролик BBC World News арнасында 2 апта бойы кемінде 50 рет, баннер мен сайтта кемінде 300 мың рет көрсетіледі. Облыстық туризм басқармасы өкілдері бұл өңірдегі туризмді дамытуға ықпал етеді дейді. Ағайын, қалай ойлайсыздар? Әлгі бейне роликті көріп, Америкадан ағылып келгендер бар ма екен өзі? Әлгі туризм саласындағы шенділерден кейін сол бейне жазба арқылы қанша адамның келгенін, қаншасы Түркістанды көргенін сұрау керек, Пікір алаңына өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Шенділердің шалағай тірлігі мұнымен бітпейді. Түркістан облысы әкімдігі 120 миллион теңгеге жаңа ғимарат сатып алмақ. Онда тұрған не бар дейсіздер ғой? Айтайын. 2021 жылы әкімдік ғимаратына 257 миллион теңгеге жөндеу жасалған. Ал оны 313 миллион теңгеге қонақ үйге айналдыру үшін сатып жіберіп, өздері қазір отырған ескі ғимараттарына көшкен. Бағаны жасанды түрде 30%-ға төмендеткенінде айтылған еді сол кезде. Облыс әкімдігі әлгі сатылымнан кейін жаңа ғимараттың қажеттілігі жоқ деп, енді міне арада 2 жыл өткенде тағы 120 миллион теңгеге жаңа ғимарат алмақ. Осы біздің шенділердің фокус-мокусына кейбір цирктегі әртістер жетпей қалады, Менің айтарға сөзім жоқ, ағай. Шымкенттің Әл-Фараби ауданы әкімдігінің лауазымды тұлғасына қала аумағындағы көп қабатты үйлердің 150 ауласын абаттандыру бойынша сметалық құжаттамада жұмыстар мен материалдардың бағасын негізсіз қымбаттатып, 700 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді. Күдігі расталса, Қазақстанның түрмесі тағы бір жемқормен толығады. Қытайда пара алған шенеунік өлім жазасына кесілетіні туралы ақпарат шықты. Ал біздікілерге не істейміз, ағайын? Пікір алаңына жаза кетіңіздер. Ресейлік депутат Евгений Федоров түптің түбінде Ресейге постсоветтік елдердің бәрімен соғысуына тура келетінін айтты. Оның сөзінше, кезінде республикалар Кеңес одағынан заңсыз бөлініп шыққан. Демек, бұл Ресейдің аумақтық мүдделерінің бұзылғанын білдіреді. Осыған байланысты түбінде Ресей Федерациясы бұл елдермен күресуі тиіс. Цитата: Кеңес одағынан заңсыз түрде шыққан әрбір республика ерте ме кеш пе Ресеймен қақтығысады. Олардың кейбіреулермен қазір соғыспаймыз. Мысалы, Беларуспен. Бірақ кейбірмен қақтығыс қазірдің өзінде басталып кетті. Грузия соғысты, Украина соғысып жатыр. Сондай-ақ бұл Арменияға да қатысты деді ол. Ал ресейлік депутаттың бұл мәлімдемесіне Қазақстан тарапы әлі ешқандай реакция білдірмеді.
Ардақты ағайын, құрметті көрермен, осымен Бағдардың апталық шолуы тәмам. Менің бүгінгі айтпағым осы. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағайын.